Сәлем достар, бүгін термомикс пен дәмді компот дайындаймыз. Бұл тез, оңай және пайдалы. Кеттік. Бізге кептірілген жеміс жидек, қант не варенье, су қажет болады. Термомикске компот деп жазамыз. Чашаға су құямыз. Әрі қарай паровая корзинаны салып, оған жеміс жидектерді саламыз. Қант, варенье, не болмаса нават қоссаңыз болады. Мен бүгін варенье қосып істегім кеп тұр. Лимон суын қосып жіберсеңіз де болады. Қақпағын жауып, 30 минут 100 градус бірінші жылдамдыққа қоямыз. Термомикс өзі жасайды. Міне, хош иісті дәмді компот дайын, ыстықтай немесе салқындатып ішуге болады, денсаулыққа пайдалы. Міндетті түрде жасап көріңіз, қай жемістерді қосқанды ұнатасыз? Коммент жазыңыз, каналға жазылып лайк басыңыз. Келесі кездескенше.